Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге тест орталығындағы тегін тесті қалай тапсыру керек екендігімен бөлісемін. Ол үшін Google-ға немесе Яндекске пробное НТК деп жазамыз. Сол кезде бізде мына ең бірінші шығып тұрған пробное НТК, соны таңдаймыз. Оның үстін басқан кезімізде бізде жаңадан бет ашылады. Сол жерге көрсеңіздер GSN деп тұр. Бұл жерге өзіміздің GSN номерімізді енгіземіз. GSN номерді терген соң әрі қарай батырмасын басамыз. Тестілеуші туралы мәліметтер шығады. Тестілеудің түрін таңдаңыз дейді. Жалпы орта білім беру. Бұл жерден тілді таңдауыңызға да болады. Және өзіңіздің сабақ беретін пәніңізді таңдайсыз. Мысалы, мен бастауыш сыныпты таңдаймын. Тестілеуді бастау батырмасын басамыз. Сол кезде алдымызда осындай тест ашылады. Тесттерге жауап беріп, тұрақты сөз тіркесінің мағынасын алмастыра алатын сөйлем. Көз ұшында қарай біреу көрінді, алыстан біреу көрінді, қала жақтан біреу көрінді, жақыннан біреу көрінді, біраз уақыт өткен соң қарайып біреу көрінді дейді. Көз ұшында деген алыс деген мағына, сондықтан оны жақыннан деген қарама-қарсы осыны таңдаймыз. Дәл осылай тесттерді тапсырамыз бастауыш сыныптан және оқыту әдістемесінен. Мына жақта көрініп тұр. Оқыту әдістемесінде таңдауымызға болады. Оқыту әдістемесінен осылай екі тестілеуді орындап болған соң тестілеуді аяқтау деген батырманы басамыз. Сол кезде алдымызда осындай бет ашылады. Робот емес екеніміз тексеріп жатыр. 9-ға 9-ды қосамыз. 18 деп дұрыс жауабын басып, аяқтауды басамыз. Осы кезде біздің алдымызға жауап бергеніміз, қанша балл жинағанымыз барлығы шығады. Егер ақпарат пайдалы болды десеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.